Көке! Көке! Шай деймін, шай. Шай ішесіз ба? Шай? Шай, шай. Шай. Көке, шайдың не екенін ұмытқаныңыз ау деймін. Басыңызда, сіздің точно басыңызда күн өткен ау деймін. Дұрыстап ойнасаңшы, аяқтан шауа бермей. Қыздар сияқты жылай бермеші. Есім шығып кетіпсе, қыз екенсің ғой. Қыз болғанда өз плюстары бар аттым. Вообще, молодец. Жұлдыз, Құндыз, неге сендер бөлек әлем болып отырсыңдар? Апай, енді аналар мерекесі болып жатыр ғой. Иә, аналар күні. Не болыпты? Апай, біздің анамыз жоқ қой. Сендердің аналарың мен. Көп сөйлемей, қанды келіңдер бері. Мына ойыныз болмайды. Біз мировой кибер спорт жарыстарына шығамыз деп қоямыз. Біз мына түрімізбен жетсайдан да шыға алмаймыз ғой. Тактика бойынша ойнайықшы. Не болды, ыржиып? Армысыз құрметті футбол сүйер қауым, Қазспорт арнасында футболдан Қазақстан Премьер-лигасы 8-ші тур және турдың басты кездесуі, жанкүйерлердің асыға күткен ойынның бірі Ордабасы және Ақтөбе арасындағы тартысты кездесу. Матч начался, первая атака гостей, да, ну Ақтөбе сегодня
без ряда лидеров. В любом случае опасен. Писали, да, я не знаю, пока нам не показывали, но писали, что десант болельщиков. Хорошая атака и Зарусский. Я ана футболдарыңыз даусын жай қойыңдаршы. Неме бәле? Все-таки мяч в ворота. Все-таки мяч в ворота. Түү, бул да бир өзүнчө Роналдо. Өчүрүш футболунда. Басындар мәселелер, Ақтөбенің орда басы ойнап жатқан жоқ па? Вообще осы Қазақстан премьер-лигасын сізден басқа ешкім көрмейді ау. В упор нам показывает этот момент, добивал Астанов. Жота, әкем кешікті ғой. Ана телефоныңды қойда звондаш. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните по нему. Ушықтыр. Қызық. Қыздар, осы ай сөзінің біреу сөйлем құрайық. Мысалы, менің кофе ішкім келеді дейік. Яғни, мен кофе қылаймын деген сөйлем жасайық. қыздар, Ағылшынша Ой, кофе деген кешеден сабақ осынар ма? табылады. Біткен соң Өте оңай. кендір махмұт. Енді осы екі сөзге етістікті қосайық, яғни мен қалай. Ас болсын аға. Аға, неге шақырдыз? Ке. Ано, жасы ташыныш. Ақша? Тағы да ма? Аға, ай сайын айлығыңызды бізге беріп отыратын болдыңыз ғой. Соны айтам, одан да өзіңізге бірдеңке алмайсыз ба? Не мысалы? Мысалы, келіншек. Ол жағы табылар. Мен оқуды қатырмадым. Енді сендер қатырындаршы. Армандарың Гарвудқа түсу емес па? Или ол ойдан айнып қалдыңдар ма? Жоқ. Сол үшін ана ақшаны алып барындарда сейфтеріне салып қойыңдар. Әкем қашан келеді? Көдік бармайды, әлі өшіктір. Оле, орда, чемпион. Не болды? О, әкем звондап жатыр. Айттым ғой сендерге. Оле. Алло, әке. Алло. Сабыр. Үлкендерден ешкім жоқ па? Аналарың қайда? Үйде жоқ па? Анамыз жоқ біздің! Сендерге былай түсіндірейін. Әкелерің үйден жұмысқа қайтып келе жатқан кезде миында қатерлі ісік болған. Соның кесірінен есін жоғалтқан. Қайдағы қатерлі ісік? Сіз не деп тұрсыз? Әке!
Неге мені тастап кеттің? Жалғыз өзім батыл болуға шаршадым. Неге мені тастап кеттің? Мені өзіңмен алып кетші. Мені өзіңмен алып кет. Әке, мына қуандық екеуіңіздің ойнап атқан кезіңіз. Әке, мен баяғыда ойнағым келеді. Қуандықты бүгін қайсын жұмысқа алып кетесіңдер? Алдар, әкелердің жағдай өте ауыр көріп тұрсыңдар. Ақша тез арада таба аласыңдар ма? Табамыз. Тост. Жанел, Перизат, сендердің Гарвардқа түсем деген армандарының толық орындалатынына мен сенемін. Ой аға, біз әрине көп ақша жинадық, бірақ ол жетпейді ау. Аға, одан да сол ақшаға бізге моушн жеңге алып келсеңізші. Ақша жетеді қыздар. Папа мен мама шетелдегі үйлерін сатып, сендердің оқуларыңа деп ақшаның бәрін салып жіберді. Ура! Ей, не істедің lan? Көзін соқырмақ, қолын қисықпай елей. Бар бастығын шақырып бар. Құрып. Тез бол. Не қып тұрсың? Бастығын шақырып бар. Жанел, Ау, бүгін ресторанда болған жағдай. я не болды? Мына қыздың түрі таныш ше. Оля, суретке түсіріп алғасын ба? Көзін соқырмақ, қолын қисықпай елей. Кәні? Анау кім ғой? Балалар, Әкеміз қайда десің? түнде сендер кете салысымен әкелердің жағдайы күрт нашарлап кетті. Ақша түсе салысымен
Астанадан тікұшақ келіп операцияға жібердік. Ақша? Оқап қыздар, сонша асықтырып, не болды? Аға, ана бір қыз бар ғой, ресторандағы ше. Қандай қыз, қандай ресторан? Той мынау ше? Иә, не болды оған? Ол қыз менің досым. Әкесінің басында қателік бар екенін білгелі, үй ішімен бірге жұмыс істеп қиналып жүр. Менің әкем больницада істейді. Оның айтуы бойынша, егер бүгін ота жасатпаса, ол өледі. Нақты шешімдерің ба? Иә. Дық. Ne kıldı Cavdır? Dur da onlarla kırışırım. Соңғысына келген кезде өйтіп не қылмаңдаршы. Без стопа, давай кетейік. Без стоп. Иә, не болыпты? Сендердің аналарың мен. Сразу бастап жіберме. Таң қалу керек еді. Сразу кішкене сасқақтау. Мен уже ана өліп қалған ба? Деген сияқты болды да. Құдай сақтасын деп. Болды. Қайтадан мейлі. Иә, не болыпты? Сендердің аналарың мен. Келіңдер ғана деймін. Бұзып жібердім ау. Бұзып жібердім ау. Келіңдер ғана сол кезде айтылмай ма? Андай болып қалатын эмоцияңыз да. Біздің аналарымыз жоқ қой десек. Не болыпты? Андай ғой, қараңызшы. Так, біздің анамыз жоқ қой. Басынан кет. Неге толға бір ойнап келесің ба? Ей, не сен соқырсың ба? Сен басылтысың уже? Иә. Дайындалып отырмын ғой. Соусына ұрлап қалдым.
есікті ашып біреу кім сен ба жүрсей демесін мына құдай сақтасын Это давай жылап жатқан түріңіз